қазіргі таңда кәсіпкер енді осы бауырымызға сөз берейік кезегін. Қазеке. Бисмилlah. Ассалаумағалейкум, құрметті жамағат. Осы көптен күткен біздің Зайсанда қуаныш бұл. Сол үлкен ақсақалдар шақырып, осы сіздерді аталар шақырып, үлкен кісілердің батасын алайық деп, бисмилlah деп бастап, құрбанымызды шалып жатырмыз. Ал бұйырса Құдай қаласа, осы мешітті бастайық деп тұрмыз. Бұл мешіт енді бір адамның ғана қолынан келмейді. Бұл үлкен мешіт болады, 600 орындық үлкен зәулім. Бұл енді жаңғыз мен қолына келмейді, бүкіл жамағат болып, Зайсан ауданы болып бірігіп ат салсамыз деп ойлаймын. Ғалымдар айтады екен, бір бақыт мекені бар дейді. Сол бақыт мекенін егерде табу үшін бүкіл адамзат пендесі бұл бақыт мекенін табу үшін бүкіл ақшасын жұмсар еді дейді. Бұны көп адамдар білмейді. Бұл бақыт мекенінің бірі сол мешіт екен бұл. Сол енді сіздерге айтайын дегенім, сол бәріміз бірге осы зайсандықтар ат салысып, көмектесіп, бәріміз бірлік бар жерде береке бар дейді. Бәрімізді береке бірлікке шақырам. Бәріміз бірге осы мешітті салсақ деймін. Осы дүниенің жақсылығын бәріміз бірге көріп, жұмақта бірге болуымызға Алла тағала нәсіп етсін бәрімізді. Рахмет. Аллаху акбар.